Шымкентте бір кісі үйіне шақырды, әйелі жаңағы көзі көрмей қалған, мына жамбасын сындырған, алдында қолын сындырған. Енді үйіне кіріп әңгімелесіп отырсақ, бір жағдайы бар кісі екен, басқа бір дәулетті кісімен құда болған екен 3 жыл бұрын. Сөйтіп балаларын тойын енді жақсылап жасаған ғой. Сонда тойда отырған біреу әлеуметтік желіге түсіріп, жаңағы екі құдағи бір-біріне жаңағы сый сияпатпен, алтынмен атысты ма білмеймін ғой, енді бриллиантпен атысты ма, соны түсіріп салып жерген. Екі құдағи тойдан екінші күні екеуі екі жақта құлаған. Мынаны көріп отырсыңдар, әйелімді дейді, бір рет қолын сындырды, міне көзі көрмей қалды, тұрса болды бір жерін сындырады, екі көзі көрмей қалды. Құдағиымыз уже 3 жыл болды, неге жақында неге жатқызды дейді, жындыханаға. Бастан толық кет қылды дейді. Яғни шейх соны оқып, солмен жағаны күйеуі, әйелі, ұлы, 2 қызы 5 адамға оқып еді, әйелінен ғана жын шықты. Басқалар таза болып шықты. Сосын шейх тиісті сұрақтарын қойып анықтап берді, қай жолмен кіргенін жаңағы елге. Сонда шейх айтты, бұл көреалмаушылықпен кірген деді. Сосын күйеуі енді өкінішпен айтып отыр, біз емес қой салған, тойға келген біреу салып жүріп отыр. Біздің неміз қанша енді, кінәміз не деп. Былайша айтқанда сіз кінәлі емессіз, бірақ жаңағындай шалқып өмір сүргеннен сала беретін болсақ, или біреу түсіріп салатын болса, осындай зияндар бар. Сондықтан осыдан сақтанғанымыз дұрыс.